Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге интернеттен қалай ойын ойнап ақша табуға болатынын айтамын. Біраз адамдар сұрады, ойын ойнап ақша табуды шығармай кеттіңіз деп. Енді мен бүгін сіздерге ойын ойнап ақша табуды шығаратын боламын. Ал менің алдыңғы видеоларым көрсеңіздер болады. Бұл жерде тоже жақсы ақша табу жолдарын айтқан, мысалы суретке түсіріп 5000 теңге деген, кешегі видео көріп ақша таптым деген, және де TikTok'тан қалай 3200 теңге күніне табуға болатыны жайлы. Бұл жерлерде по факту айтылған, барлық жерде жақсы ақша табуға болады. Ал енді мен бүгінгі видеода сіздерге қалай ойын ойнап ақша табу керек екенін айтамын. Ол ойында біз көп ақша таба алмаймыз, бірақ ойындар қызықты. Сол себепті де видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал әлі каналға тіркелмеген болсаңыз, сіз қызыл подписаться деген кнопканы басып, жанында қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Себебі қоңыраушаны басқан кезде менің видеоларымды сіз жиі көретін боласыз. Комментарияға да 1-2 сөз қалдырып, лайк басып кетсеңіздер болады. Ал енді біз видеоға келейік. Бұл видеода қазір мен сіздерге ойын ойнап, және де ол жерден ақшаны шығарып көрсететін боламын. Міне бірінші ойынның аты Hash Flame деп аталады, если қателеспесем. Fish Farm, то есть Fish Farm деп аталады. Және де біз қазір көп тұрғандарыңыздай бірінші түсіндіріп кетейін. Біз ең үстіндегі рыбканы обмен деген осы балықты жинаймыз. Одан кейін рыбканы сертификат деген бұл біздің жиналған ақшамыз. Ал золотая рыбка деген бізге әр 8 минут сайын 10 копейка беріп тұрады, 0,10 копейка. Яғни 10 рет алсақ 1 рубль болады. Одан кейін обменник бар, и черепаха информация, банк. Бұл жерде біз өзіміздің ақшаларымызды айырбастаймыз. Қазір мен реклама көрейін. Осы реклама біткеннен кейін мен уже жаңағы мен айтқан 10 копейканы ала алатын боламын. Реклама бітті. Рекламаны жабамыз. Мені көргендеріңізде мені собрать деген шықты, басамыз. Мені менде уже 0,208 копейка. Және де бұл жерде әр 8 минут сайын осы бір реклама көріп, осы балықты алып отырсақ болады. Одан бөлек мені банк деген жерде біз ақшамызды ауыстырып, ақша шығару. Бұл жерде 0,20, яғни 20 копейка. Қазір мен сіздерге оны шығарып көрсететін болам ақшаны. Ал енді қараңыздар, бұл жерде ақша табудың ең бірінші жолы мынау. Біз қазір акуламен балықтарды жейтін боламыз. 40 секунд береді, сол жерде жеп үлгеру керек. Мен қазір вообще шынымды айтсам жей алмай жатырмын. Қол үйрену керек. Міне қазір бір балық қана жедім. Екеу. Айналып тұра берген дұрыс секті. Жақсы идея екен. Бағанағы қарағанда негізінде өте жақсы жедім. Уақыт бітті. 0,22. Қазір қанша таптық біз? Өкінішке орай мен өте аз таптым. Бағана менде даже 0,20 еді. 0,2 ғана таптым мен. Мені көрініп тұр бұл жерде. Және де бұл жерден біз обменять етеміз. Қазір мені обмен басамыз. Обменять деген басамыз. Мені бізде уже сертификатқа өтті. Бұл сертификаттан біз енді ақша шығарып ала аламыз. Қазір мен Payeer кошелегіме өтемін. Payeer ашпаған болсаңыздар, менде Телеграмда тұр. Мені қарасаңыздар болады. Қазір мен бір көрсетіп кетейін. Мені Телеграмға кірсеңіздер, ең үстінде мені арнайы сіздерге Payeer қалай ашуға. Осы жерге кіресіздер. Payeerге видео бар кішігірім, и осы ссылкамен ашсаңыздар болады.
және де описанияда тағы да ссылкасы тұрады. Ал енді мен Payere'ге кіріп, өзімнің счетымды алып қоямын. Жаңағы айтқандай бұл жерде көргендеріңіздей өздеріңіз өте аз ақша, бірақ кішігірім уақыт өткізуге болады. Және де бірдеңеге кішкене ақша сәл жетпей тұрса, осы жерден 1 рубль жинап ала саласыздар деген сияқты ғой енді. Мен Payer жазамын. И мына жерге Gmail'ымызды жазамыз, чтобы олар бізбен хабарласу үшін. Хабарласпайды негізінде. Міне болды. Мен бүкіл жиналған ақшамды Payere'ге салып жібердім. Міне ал ойынға кірген кезде басында айтылады. Вывод 5 минут ішінде немесе 10-15 минут ішінде келеді деп жазылған. Дәл қазір біз вывод көрмей тұр. Дәл осының екіншісін айтып кетейін мен, екінші ойында. Историяға кіріп көреміз. Әлі келмеген көргендеріңіздей соңғы рет 27 рубль. Ол жақтан киюге лақтырған. Ал енді екінші ойын айтайын деп жаққан дәл осы секілді. Яғни осы разработчиктардың ойына. Біз бұл жерде адам боламыз. Мен мынау Сузу деген мен. Қазір түн болып қалған. Бұл жерде тоже 21 глава мынау Ваздарда деген. Бұл жерде де бізге 0.11 рублей әр 8 минут сайын береді. Айтпақшы, жаңа айтуды ұмытып кетіппін, екі ойынның да 1 минусы бар. Сіздер ойыннан шығып кеткен кезде ол 0.1, яғни жаңағы 0.1 копейкамызды бермейді. Ең минусы ол. Әр 8 минут сайын кіріп ала алмайсыздар. Ойынды ойнап жаққанда ғана уақыт өтеді. Ойыннан шығып кетсеңіз уақыт өтпей қалады. Мені көргендеріңіздей осы. Және де бізде мынау обменщик жазылып тұрады. Маркус деген обменщик өзі обменять етеді бағана жинаған балдарымызды. Ал мынау строитель Ванг деген, біз бұл жерге стройкаға, былайша айтқанда стройкаға жұмысқа кіреміз. Бұл маған қазір уровень жетпейді, 14-ші уровень болу керек бұл стройкаға жұмысқа кіру үшін. Бұл жерде айтуларына қарағанда жақсы төлейді, бірақ шын керек, қатты көп емес. Ал бізге уровень қаяқтан качет етеміз? Уровень качет ету үшін бізге далаға шығу керек. Мына банкер дегеннен біз өзіміздің серебромызды алтынға айырбастап алсақ болады. Біз сереброны қалай жинаймыз? Қазір мен сіздерге көрсетемін. Жүрсін өзі күшті жүреді. Қарасаңыздар болады. Мұртты деген өсіп кеткен. Көріс қоссаңыздар болады, дәл осылай. Міне типа біз қазір командир Гил начальник рудник дегенге келдік. Бұл жерден осы кісіден біз жұмыс алсақ болады, жұмыс сұрап. Осы кісіден міне қазір серебро жинасаңыздар болады, шахтаға кіріп жұмыс істеу керек деп тұр. Шахтаға кіреміз, уровень качет етесіздер бұл жерде. Және де өте аз серебро береді, яғни көп емес ол. Міне осы үсті рудаларды жинаймыз, мен добывать етіп жатырмын. Дәл жаңағы ойын сияқты, жаңағы ойында просто 40 секунд береді бізге балық аулайтын, балық жейтін болсақ, акуламен. Ал бұл жерде осындай рудаларды жинаймыз. Біз просто бізге миссия береді, 53 килограмм руда жинамай шықпайсың осы жерден. Былайша айтқанда 53 килограмм жинағанша жүре бересің. 53 килограмм жинап болғаннан кейін саған ақшасын береді. Ақшасы да өте аз, көп емес. Көргендеріңізде жалпы өсі бүгінгі видеомен қазір 53 килограммды бір 10 минутым кетіп қалады. Сол себепті де жалпы осы бүгінгі видео осы. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Мен Payer көрсек, маған әлі ақша келмеді. Бірақ уайымдаудың қажеті жоқ, 100% ақша келеді міне. Пока ештеңе келмеді.
5 минут ішінде деген, минимум 5 минутта, максимум 15 минутта, жарты сағатта деген. Сол себепті де сол уақыттарда ақша келеді. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.